кайгы төнсе де, достықтың жібін үзбеген, достықтың жібін үзбеген. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген, достықтан күдер үзбеген. Дос болғым келер сөзбенен, көңілі достық іздеген. Тілейтін сізге жақсыны, достардан артығы жүздеген, достардан артығы жүздеген. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген, достықтан күдер үзбеген. Болғым келер сөзбенен, үміттің отын үзбеген. Амал дос емес, адал дос болатын әркез сөзбенен, болатын әркез сөзбенен. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген. Дос болғым келер сөзбенен, мені үзар кетіп іздеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген. Құлпырған көктемі өтсе де, достықтан күдер үзбеген, достықтан күдер үзбеген.
Сүйдім сені өмірде, мен өзіңді жырлаймын. Армысыздар, айбыны қазақ, ұлт құндылығын ұлықтаған текті халқым. Күл өнердің күмбесіндей самғашы, ұлт рухы ұйыған жер қарашы. Мына дала әннен жердің тербеткен Алатаудың шын басына қарашы. Сен сынарсың, сені қалай сынайын, ұлы күшпен нұры түскен Құдайдың, ұлттығымның балқаймағын сақтаған, келді төрге дарын қызың тыңдайын. Бүгінгі кештің себепкері Түркістан облысының тумасы, жас талантты ақын қызымыз балаларға базарлық кітабымен Алатаудың төріне, киелі шаңырақ Қазақстан Жазушылар Одағының кітапханасының төріне келіп, сіздермен өз балаларға базарлық кітабының сырымен бөліскелі келді. Кәнекей Жібек Исақова жоғарыдан орын ала ғой. Қайда кетті қызымыз? Армысыздар, көк аспанда еркін қалықтаған қырандай, халқымыздың өнерін тұмар еткен, халықтың рухани байлығын, даңқын көтеріп, мәдениетін, дарынын танытқан, өнерді қадір тұтқан бүгінгі кештегі өнер сүйер қауым. Ақын апайымыз өзінің жігерлігімен, тынымсыз еңбегімен, мейірімді жүрегімен, үлкен кішінің көңілінен орын алып, қазақ поэзиясына әртүрлі тақырыпта қол таңбасын қалдырып, рухани байлығымызға үлесін қосып келе жатқан Жібек Исақова апайымызға құрмет, қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Ендеше қадірлі қауым, бүгінгі кеште Жібек апайымыздың өлеңіне ән жазып жүрген, әндері қазақ еліне кеңінен таралып жүрген композитор аға әпкелерімізді таныстырып өтсем. Белгілі балалар жазушысы, Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, публицист, жазушы, қоғам қайраткері Бейсенбай Сүлейменов ағамыз. Композитор, қоғам қайраткері Байтоқаев Құрасбек Шәдіметұлы. Үшқиян баспасының директоры Махмұд Қосманбетов. Күйші, композитор, Қазақстан авторлар қоғамының және күйшілер одағы мен домбырашылар одағының мүшесі, халық күйшісі төсбелгісінің иегері Қызырхан Бабақұмарұлы. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі Жақсыгүл Қосыбайқызы. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі Болатбек Құтпанов. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі Кенже Жанабаев. Ендеше қадірлі қауым, кітабымыздың тұсаукесерін бастамай тұрып, кезекті әнге кезек беретін болсақ, Жібек Исақованың сөзіне жазылған «Сағындым сені әке» әні. Сөзі Жібек Исақова, әні Бибігүл Сағаттікі, орындайтын Бибігүл Сағат. Құрмет, қошеметпен қалыңыз. Көп рахмет баршаңызға. Құрметті қонақтар, Жібек қыз бүгінгі кітабының тұсаукесер мерекесі құтты болсын, денің сау болсын, өмірде бар жақсылықты тілейміз саған. Біз осы уақытқа дейін бірнеше өлеңдермен әндерді бірге жазып жүрміз. Сенің әрқашан биіктерде көріне беруіңе тілекшім. Сағындым әке. Қабыл алыңыздар. Кеттік, қанекей, баршамыз
білдіріп отырамыз. Сағынамын, іздеймін өзіңдәке, мейірлене қараған көзіңдәке, өсе берші, өне бер қанаттанып деген ғажап. Сағынамын сөзіңдәке, сағынамын, іздеймін өзіңдәке, мен өзіңнен үйрендім көзімдәке, өнеге өзге жүрген күн бойымнан сенің қайсы мінезің сезілдәке, өнеге өзге жүрген күн бойымнан сенің қайсы мінезің сезілдәке. Сағынамын, іздеймін өзіңдәке, қасымызда сен жүрген кезіңдәке, өзіңменен шаттана бірге жүрген. Сағынамын, сол бала кезімдәке, сағынамын, іздеймін өзіңдәке, мен өзіңнен үйрендім көзімдәке, өнеге өзге жүрген күн бойымнан сенің қайсы мінезің сезілдәке, өнеге өзге жүрген күн бойымнан сенің қайсы мінезің сезілдәке, сенің қайсы мінезің сезілдәке. Келесі тағы да өзімнің әнім Жібек Искакова сөзіне жазылған Киелі сахнам. Бұл ән жаңа ән, жақын күндерде желіге шықты, қабылыңыздар. Кеттік, қанекей көңілдірек отырамыз, баршамыз бірге. Билегіз, ортаға шығыңыздар, бірге көңілдірек отырамыз. Музыка қаттырақ қойсаңыздар, болар еді, дауыс. Sen
Ел алдында тербеліп салтырған сағымда мен жұртымды тең көріп бар боп тұрған сағымда сағындырып өзімді ән салдырған сағымда сағына бұл киелі көңілімнің күйелі әнімді өзіңе сенің өзің мен өзіңді сүйемін сағынамын көрімде осындерге иемін Қанеки баршамыз үйге Көп рахмет апайымызға. Ал ендеше қадірлі көрермен, бүгінгі кешіміздің көп сөзбай тарихи сәтіне қадам бассақ, Жібек Искакованың баспадан кеше ғана шыққан әлі сиясы кетпеген балаларға базарлық атты кітабының салтанатты түрде тұсауын кесу рәсіміне төмендегі кісілерді ортаға шақырамыз. Белгілі балалар жазушысы, Қазақстан Республикасы президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, публицист жазушы, қоғам қайраткері Бейсенбай Сүлейменов. Ортаға шықсаңыздар. Композитор, қоғам қайраткері Байтоқаев Қырасбек Шадыметұлы. Ішкиян баспасының директоры Махмуд Қосманбетов. Күйші композитор, Қазақстан авторлар қоғамының және күйшілер одағы мен домбырашылар одағының мүшесі, халық күйшісі төсбелгісінің иегері Қызырхан Бабақұмарұлы. Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің ардагерлер кеңесінің төрағасы, құрмет орденінің иегері Ағайса Елена Жамелқызы.
Ал жас достар, Жібек ханым, мынау бүгін өмірге тағы бір балалар кітабы келді. Бұл балалар кітабы деген бұл өмірге бала келген сияқты қуаныш. Өзіміздің кітабымыз шықса, баламыз туғандай қуанамыз. Сондықтан мынау балаларға базарлық деген кітап менің жүрегіме өте жақын сезіліп тұр. Өйткені бұдан 40 жыл бұрын, 50 жыл бұрын газет істеп жүрген кезде балалар газетінде балаларға базарлық деген біздің рубрикамыз болатын. Сонда біз ең тамаша дүниелерді балаларға беретінбіз. Ал енді мынау орталарына шыны керек мен ойламаған жерден келіп отырмын. Өйткені менің сырым Дағмырзаев деген досым бір оқыған журналист. Ол Түркістанда етіп бешара ол қайтыс болып кетті. Соның қарындасы келіп бүгін алдарында сөйлеп жатыр, өлең айтып жатыр. Осы қарындасымды қолдайын деп бір-екі кездесуде отказ беріп сөйтіп келіп отырмын. Сондықтан қарақтарым, мынау қуаныштарың құтты болсын. Бұл кітап ең алдымен бұл балалардың қолына тию керек. Ең алдымен бұл кітап балаларда тұру керек. Бұны кітаптың қадірін білмейтін адамға кітап сыйлауға болмайды. Сондықтан кітапты сүйетін, кітапты жақсы көретін балаларға беру керек. Сондықтан бүгінгі мына кітапханада отырған балалардың бәріне келейін. Кітапты жақсы көретін балаларды. Кітапты жақсы көру деген, өмірді жақсы көру деген. Ол еліңді жақсы көру, отаныңды жақсы көру деген. Ата-анаңды жақсы көру деген. Сондықтан барлықтарыңды мынау бүгінгі өмірге келген кітаптың тұсаукесерінде бәріңді құттықтаймын. Рахмет. Сіздерге тұра тұрыңыздар, сіздерге сый-сияпаты бар екен, Жібек. Көмектесуші екен. Сіз бір айта бересіз бе? Жібек туралы көп нәрсе айтуға болады. Мен үшін Жібектің орны бөлек. Біз қазір зейнеттегі адамбыз. Ермек ән жазу, жақсы өлеңдерді іздейміз. Әлеуметтік желіден, бастықтан. Соның ішінде Жібектің өлеңдері мен үшін ерекше. Жібектің 5-6 өлеңіне ән жазылды. Соның бір-екеуі бүгін орын алатын шығар. Тыңдап көресіздер. Жібектің ақындығы ерекше. Бұның адами қасиеті мен үшін бөлек. Мен ақынмын деп жәндегі кеудесін көтерген жан емес. Қандай сөз айтсаң да жарасады. Бұның өлеңдері көбінесе патриоттық, қазақ деген өзінің несі ерекше бөлік. Мына кітаптың ішінде жақсы өлеңдер шығатын шығар, әнге. Мүмкіншілік болса әлі шығар. Сондықтан Жібек айтатын тілегіміз, қалам мұқалмасын, жаза берген. Мына кітап соңғысы болмасын, әлі талай қолынан жақсы дүниелер келсін, жұрт сүйіп оқысын. Өзіңе денсаулық тілейміз. Біз сіздің арқаңызда өмір сүреміз. Өлең болмай ән шықпайды. Әннің өзін ысқырып айтсақ ешкім тыңдамайды. Сондықтан барлық жақсылықтар тілеймін. Жаңа жылдың алдында келесі жыл өзің үшін жақсы жыл болсын. Әр күні қуанышымен келсін. Жақсы дүниелер дүниеге келсін.
Мен енді бүгін Жібектің туған күні екен. Сондықтан Жібектің қазақылығы мол деп есептеп, осы суретті алып келдік. Мінеге осында кең дархан өмір сізге пайда болсын. Ал ендеше ақын апайымызға кітабыңыздың тұсаукесері құтты болсын дейміз. Қазақ балалар әдебиетіне жалпы қазақ әдебиетіне қосылған үлесіңіз деп білеміз. Ендеше Жібек апай, оқырмандарыңызды өзіңіздің шығармашылық жолыңызбен қысқаша таныстыра кетсеңіз және бұл кітапты жазудағы мақсатыңыз қандай болды? Саламатсыздар ма? Қош келіпсіздер. Көп рахмет бүгінгі кешке келіп жиналып отырғандарыңызға. Алғысым шексіз. Бұл кітапты жазудағы басты мақсатым балапандар кітапқа жақын болса екен, өлең тақпақтармен сусындаса екен деген сол үшін кішкене болса да өз үлесімді қоссам деген оймен жазып отырған едім. Бұл кітап жалпы балаларға арналады, 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі тәрбие тал бесіктен дейді. Соған байланысты тақпақтар, өлең жолдары енген. Екіншісі ұмытылмас есімдер дейді. Ұмытылмас есімге кімдер кіреді? Өзіміздің жазушы ұлы Абай атамыздан бастап Ыбырай Алтынсарин, сол сияқты көптеген ақын жазушылар және батырларымыз, 16 желтоқсанға қатысқан батырларымыз барлығын ендірдім. Құдай қаласа өздеріңізге ұнайды деген ойдамын. Үшіншісі атаулы күндер. Атаулы күндер ол осы еліміздегі мерекелік күндер. Мерекелік күндерге көбінесе балдар тақпақ іздеп жатады ғой. Соған байланысты осы тақпақтардың басын біріктіріп, осы кітапқа енгіздім. Жалпы осы. Көп рахмет. Ей өмірім деген өлеңді оқып берейін. Әрбір күннен қуанышты табамын, қараңғыда шамнан шырақ жағамын. Ей өмірім, асықпашы өтуге, таусылса да ішерге аз тағамын. Қиындықтар түссе дағы басыма, өз-өзіме деп айтамын жасыма. Ей өмірім, жақсылыққа басташы, қарамашы көзімнің бұл жасына. Мен білсеңіз, ерекшемін дарамын, бағындырып биік шыңды аламын. Ей өмірім, асықпашы тоқтауға, әлі талай жұлдызың боп жанамын. Құласам да, сүрінсем де тұрамын, таусылмайды жазар менің жыр әнім. Ей өмірім, әр күнімді шуақтеп, басылмады әлі саған құмарым. Көктем дейін құлпырады жас жаным, жаздай жайнап жарқырайды аспаным. Ей өмірім, сенімімді тәрк етпе, әлі менің жазылар көп тастаным. Арайлатар таңым болып тұрайын, қуанайын, мейлі тағы жылайын. Ей өмірім, сабырымды тұрақтеп, қолда барға шүкіршілік қылайын. Рахмет. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем деген өлеңінен. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем, көңілімнің бұлтсыда күйіп өтен. Атар таң мен әрқашан батар күнге, шүкірлікпен басымды иіп өтем. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем, бар жақсыны жаныма жиып өтем. Ата-анама, жақыным, достарыма ризалық пен алғысты үйіп өтем. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем, жақсы сөзді жадыма түйіп өтем. Алдау, арбау, өсектен аулақ болып, жамандықтан өзімді түйіп өтем. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем, өмір сүру демеймін қиын екен, өкінбеймін өмірге, ренжімеймін, болса дағы күн-күнде күйім бетер. Өмір сені сүйемін, сүйіп өтем, алақандай жерге мен сыйып өтем. Қазақстан мекенім, туған жерім, сыйластықпен әр үйді үйім етем. Сүйіп өтем, арайлы таңымды да, сүйіп өтем, қолымда барымды да. Шүкір Алла, аман боп алдыңызда, өмір сүріп
жүргенім бағым мына. Рахмет баршаңызға. Дүниенің ағында қарасында, кетпейсің қабылдап аласың да, қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба деп, Мұқағалидың ізімен ей өмірім деп жырлаған Жібек апайымызға құрметтеп қол шапалақтап қойсаңыздар. Келесі кезекте Нұржамал Әшімхан қызының орындауындағы Жан әпке әніне кезек берсек. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі Жібек сіңілімнің авторлық шығармашылық кешіне жиналып отырған қауым, қадамдарыңызға гүл бітсін, қош келдіңіздер. Ал Жібекжан, ортаға келді ғой жаным. Бүгінгі кешің құтты болсын, балаларға базарлық деп, өзіңнің туындыңды кішкентай оқырмандардан басталып жатқан қадамың құтты болсын. Біздің кітап жан азығы дейді. Жан азығын шақыратын бірінші кім? Бізде бірінші қуанатын бізде кішкентай балалар. Сол кішкентай балаларға базарлық деп әдемі ат қойған екенсің. Жазарың таусылмасын, қаламың мұқалмасын. Әрқашанда өсіп жарқырап жүре бер. Киелі қара шаңырақ Қазақстан жазушылар кітапханасына керемет қып кешіңді өткізіп жатыр екенсің. Тағы да құтты болсын. Енді қыз кәдесіз болмайды дейді ғой. Өзің киелі Түркістанның қызы болса да Алматы қаласына, менің қалама, менің жеріме келіп жатыр екенсің. Енді әпкелік өзімнің сыйымды, өзімнің қошеметімді көрсетейін деп бір сыйлығымды алып келедім. Қыз кәдесіз болмайды дейді. Қол шапалақтап қойып, қошеметтеп қойып, құрметтеп қойып, апайларымызды. Шашу шашылып жатыр. Көрдіңіздер ме қалай мына біздің өзіміздің алтын көрсе періште жолын таяды дейді. Алтын әрине жақсы. Алтын жалатқан біздің ең таза бойымыздағы бүкіл қасиетімізді бүкіл сақтап тұратын күміс. Күміс, алтын жалатқан күміс өзің құлағыңда қолыңда жарқырай берсін жаным. Ал енді бүгін Жібектің өлең сөзіне жазылған екі әнді мен орындауымда бұл Жан әпке деген Жұпаргүл апайдың әні, Жұпаргүл апайдың сөзіне жазылған, Жұпаргүл апайға арналған ән бұл негізінде. Жан әпке деген ән. Әлібек ағамыздың әніне жазылған, Жібектің сөзіне жазылған Жан әпке деген ән. Бұл ән негізінде Жұпаргүл апайымызға арналған. Жұпаргүл апайымызға арналып, кезінде Жұпаргүл апайдың Кентау қаласында өзінің туған мекенінде бұл әннің тұсауы кесілген. Мен әрқашанда Жұпаргүл апай, сізге деп келген қадамыңыз құтты болсын, аман болыңыз. Осы гүлдей жарқырап жүре беріңіз. Жарқырап жүре беріңіз гүлдей. Ал енді мен қазіргі Жібектің сөзіне жазылған айтайын деп тұрған әнім «Ғашық болып қалдыңыз ба» деген ән. Бұл «Ғашық болып қалдыңыз ба» деген әннің әуені керемет, сөзі үйлескен әдем ән болды. Мен осы әндердің ішінен өзіме жүрегіме жақын ән болғаннан таңдап алдым. Бұл әннің әуенін жазған біздің керемет сазгер ағамыз Құрасбек Байтоқаев аға, орныңыздан бір тұрып қойсаңыз. Әніңізге рахмет. Жібекжан, ал әнге кезек берейік. Ғашық болып қалдыңыз ба? Болды.
Ал енді әуен сәнгеріңіз көп болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын, жүректерден шыға келетін ән болсын. Бұл Жаннатке деген ән өзі так жүректен шығып жатқан әндер, тойдың сахнасын бермейтін ән, бүкіл елді билететін ән. Рахмет, Әлібек ағаға рахмет, Жібек өзіңе рахмет. Көп рахмет апай. Қазақстан жазушылар кітапханасында қандай құдалық болып жатыр деп ойлап қалмасын оқырмандар. Кішкене айғайлап қысқырмай-ақ қойсақ, иә, сахнада. Жас жұбайлар бақытты бол әрдайым, шаңырағың шаттықты боп, жоқ уайым, жас отаудың керегесі берік боп, көңілдері жайнасын ақ, таңдайын демекші, келесі Жібек Искакованың сөзіне жазылған жас жұбайлар әні орындайтын Данияр Қарабалаев. Армысыздар, алдыңғы буын ағалар, қымбатты асыл әпкелер, біздің болашақ Қазақстанның тіректері арқылы отыр. Әдемі жарқын болашақтарымыз. Әрине бүгін әдемі кештің іс-шараның куәгері болып жатырмыз. Қымбатты Жібек ханым сонау Шырайлы елден келіп, осы бір әдемі тұсаукесеріңізді жасап жатырсыз. Құтты болсын, берекелі болсын, жазарыңыз таусылмасын деген ниет айтқым келеді. Жаңа жоғарыда ағамыз айтты, композитор ағамыз. Жалпы әр әншіге, әр композиторге әдем өлең жолдары керек екені бәрімізге белгілі. Жібек ханыммен мен де осы бір 2 жыл төңірегінде ғана таныспын. Әрине әдемі әнге әдемі өлең жолдары керек. Сондықтан осы әлеуметтік желіден Жібек ханымның өлеңдерін алып әндер жазып жатқан жайымыз бар. Сондықтан бір-екі әндерге жұмыстар жасалып жатыр. Соның бірі мынасы жастарға деген, отауды тігіп аяулы жарларға деген тілек ретінде осы өлең жолдарына ән жазылған болатын. Сол әнді орындап беруге рұқсат етіңіздер. Жас жұбайлар, Жібек Ысқақова, әні Әуезхан Салабеков. Сәл шығарсаңыз болады. Жібек ханымға қошемет көрсетіп қояйықшы осындай әдемі өлең жолдарға.
қоштасып мәңгі бірге тамыр жайып гүлденіңдер шүкір етіп әрбір күнге тамыр жайып гүлденіңдер шүкір етіп әрбір күнге рахмет жібек ханым, құтты болсын, аман болыңыз. Сізге де көп рахмет. Домбыра сөйле, қазақтың үні сенде, тілсіз тылсым дүние күмбіріңде, қазағымның кең дала алқабында, таныстырар шанағың кезек сенде демекші. Келесі кезекті күй шашуға берсек, орындайтын күйші композитор, Қазақстан күйшілер одағының мүшесі, халық күйшісі Қызырхан Бабақұмарұлы. Жібек қарындасым, мына балаларға базарлық деген үлкен бір балаларға арналған шығарманың тұсауын кесіп жатырмыз, құтты болсын. Бала деген енді қазақтың тарихы ғой, қазақтың болашағы. Қазақтың балаларына дұрыс жолға бастайтын осындай үлкен кітап жазу, ол екінің бір қолынан келе бермейді. Сізге көп рахмет, аман саулық болсын. Мен бүгін мына кітаптың тұсауы сенің ергеніне қуанышты болып отырмын. Мен бір екі күй сізге арнаған енді. Қазақтың поэзиясында тұлпар бол деген мақсатпен Әліпбек Мәтін іле тұлпар деген. Енді бір өз күйім тағы да сол тілеп, бәйге бол, бәйгенің алдыңғы үлесін ал, деп өзінің бәйге деген күйін сөйлеймін. Осы іле тұлпар, екіншісі бәйге. Кішкене шертпеден бөттеп қойасың. Алларды аттырмай.
қоңыр төбе басында, қоянжонға қоңыр іңір түскенде, қоңырайып отырамын үстелге деп Жұмекен Нәжбеденов ақын жырламақшы. Шынында қазақтың өзіне ғана тән қоңырында өлеткеніңіз үшін көп рахмет аға. Ойыңыздан қайрат, ойыңыздан қуат кетпесін. Қуантқым келеді қуансын деп жаныңыз, қуантқым келеді сәт татсын деп таңыңыз. Қуаныңыз, шаттаныңыз күн сайын, қуандырып таңыр жайған барыңыз демекші. Қуанғым келеді әніне кезек берсек, сөзі Жібек Искакованікі, әні Құрасбек Байтоқаевтікі. Орындайтын Шорабекова Гүлназира. Қабыл алыңыздар. Мен бір сөз айтып жіберейін деп осы жүзіме қарап қаншама әндеріңді тыңдап жатырмын Жібек қызым. Өте ризамын. Осы Алла тағала жүзіме қарай бере берсін. Сегіз серінің әні бар әдемі. Гауһартас, сол Гауһартаста сен лайықсың. Ажарың ашық екен, аққан таңдай, нұрлы екен екі көзің, жаққан шамдай, анаңнан айналайын, сені тапқан, күлім көз оймақ ауыз, жазық маңдай. Беу-беу Гауһартас. Осы ән сегіз серінің әні өзіне лайықты. Бақытты бол, ұзақ ғұмырлы бол, бізді қуанта бер. Осы Жібектің неге мен аң-таң қалатыным, тек қана осы балаларға, жас ұрпақтарға, жастарға арнайды. Және де өзінің көңілі сондай жарқын болғасын, елдің бәрін қуантқысы келеді. Қуантқым келеді. Сіздің әніңізді жолдап жіберейін.
Керемет. Көп рахмет. Аман болыңыз. Ал енді мынау Жұпаргүл апайымыздың журналист, бұрынғы президент аппаратының жауапты қызметкері болған Исахан Ақылбеков ағаға арналған әні бар екен. Көкте күнім күлімдеді атты сөзі мен әнін осы кісі өзі жазған. Енді сол әнді орындап беруін сұрасақ. Рахмет айналайын. Сонымен бірге Исақан аға менің сырым ағамның әрі жанұялық досы болған. Қатты құрметтеп бірден сыйласқан. Сондай қадірлі ағамызға арналған көкте күнім күлімдеді. Қабыл алыңыздар.
құрылыс колледжінің студенттері қатысып отыр. Бір қошемет көрсетіп қояйық. Ақтының өлеңдерін мәнерлеп оқимыз дейді. Ортаға келіңіздер, келесі бала дайындалып тұрыңыздар. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Саламатсыздар, туғаныңыз құтты болсын. Мен оқитын кітап білім бұлағы дейді. Тақырып сондай. Кітап білім бұлағы, білім өмір тұрағы. Кітапты алып оқысаң, жанар өмір шырағы дейді. Кітап жанға азық бол, кітап айтақ жазық бол. Кітап оқып күн сайын басқалардан озық бол. Кітап көңіл шуағы, кітап өмір жырағы. Кітап биік туымыз, мөлдір таза бұлағы. Кітап көктем жаз болар, онсыз білім аз болар. Кітапты оқы, шаршама, онда байлық қазба бар. Кітап алдың қазына, әр беретін жазыңа. Оқи берсең айналар, кітап сырлы сазына. Саламатсыздар Жібек ханым, бүгін келген туған күніңіз құтты болсын. Ал сіздердің көптеген әніңіздің арасынан мен айтатын өлең мен де сіздей боламын. Мен де сіздей боламын, еріншек боп жақтаған, шыншылдықты жақтаған, ұлансыз қазақтың ел үмітін ақтаған. Еңбек етіп әрдайым, елдің жасап жағдайын, жүрген жансыз ғажайып, бір ерекше жағдай. Бар қазақты қуантқан, игі істерді құмартқан, жақсылықтың жаршысы сыйластықты ұнатқан. Өміріңіз жайнаған, жарқыраған айналам, жайқалған гүл бағында бұлбұл құсым сайраған. Мен де сіздей боламын, толған айдай толамын, самғап елдің көгінде қыраны боп қонамын. Сәлеметсіз бе Жібек апай, сіздің туған күніңіз құтты болсын. Бүгінгі айтатын өлеңім тақырыбы ерте тұрсам. Ерте тұрсам азанда артар менің ырысым. Жаттығуды жасасам ашылады тынысым. Ерте тұрсам тағы да көтерілер көңілім. Аулақ болып жалқаулық жанданады өмірім. Ерте тұрсам сергек болып қуандырам анамды. Қолғанат болып әкеме арттырамын бағамды. Рахмет, жаттап үлгермеді. Өзі аяқ астынан болған іс-шара, сондықтан рахмет. Ал енді оқырмандардың ішінен, Жібек апайдың өзінің аға бауырларының ішінен өлең оқитын болса, мархабат. Өзіңізді таныстырып, содан кейін өлеңіңізді оқыңыз. Менің атым Ержанқызы Үнчу. Мен өлең айтамын, балаларға базарлық. Мен ғарышкер болып тұрайын, шығып аспан әлемге психолог болайын, біле тұрған жан емін. Әлі тыңдап болған жоқ, ойымда бар сан сұрақ. Өскенде кім болатын, келем әлі талқылап. Жібек апайымыздың өзінің сіңілісі екен. Шында да өлеңдердің барлығының тәрбиелік мәні, мағынасы бар. Қазіргі ана тілі, әліппе секілді бастауыш сыныптың кітаптарына енгізуге болатындай, балаларға оқытуға болатындай керемет өлеңдер екен. Сондықтан Жібек апайымызға тағы да бір үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте Жұпаргүл Бекшораева апайымыздың орындауындағы Сен туған күн әніне кезек. Қымбатты бүгінгі кештің қонақтары, бүгін ерекше күн мен үшін демекші. Менде Алланың берген 3 қызы бар. Міне Жібек менің 4-ші қызым. Сондықтан бұл Жібектің 3-ші кітабының шығуы. Өте жаңада осыдан әр жылынан бір кітапты шығарып жатырмыз, Жібек. Алла Фариза апамыздың жолын берсін. Жүрегі жұмсақ, өте мейірімді, жан-жағына өзінің шуағын шашып беретін. Мен алтын жібегім 100 жасасын дей келіп, сен туған күн деген әнімді тарту етемін. 100 жаса.
сен туған күніңіз. Күміс кәмпитті. Сый құрмет көрсетіп жатқандарыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, Жібек апайымыздың
бір сағаттан бері өлеңдер оқылды, әндер шырқалды. Енді сіздерді ашық пікір алаңына шақырғым келіп отыр. Бүгінгі кешіміз туралы, Жібек апайдың шығармашылығы туралы пікір айтам деушілер болса, тілек айтам деушілер болса, мархабат, микрофон сіздерде. Сәлеметсіздер, тақтылар, қауым. Бүгін мына Жібек арудың керемет кеші болып жатыр. Фаризалардан, күләштардың ізін басып келе жатқан ақын қызымыздың бірі. Негізінде өнерде әйел адамға өте ауыр өнер жолы, сондықтан да батыр қыздың бірі деп ойлаймын. Біз енді осы өнерде ақындықтың ізін басып келе жатырмыз. Мынау біздің бірлестігіміз бар, өлең сөздің патшасы деген Омархан Алтынбекұлының құттықтау хатын табыстайын. Жібек Искаковаға сізді балаларға базарлық атты жаңа кітабыңыздың тұсаукесерімен шын жүректен құттықтаймыз. Балаларға арналған шығармашылығыңыз ізгіліктің, мейірім мен ұлттық құндылықтардың қайнар көзі деп білеміз. Қаламыздың туған әрбір туынды жақсы оқырманның жүрегіне жылылық, ойына жарық нұр сыйлайтынына сенімдіміз. Сізге шығармашылық шабыт, мол табыс, жаңа биіктерге жетуіңізді тілейміз. Қаламыңыздың сиясы құрғамай, оқырмандарыңыз көбейе берсін. Өлең сөздің патшасы Республикалық шығармашылық бірлестігінің жетекшісі Омархан Алтынбекұлына. Ал енді мен енді өзім желіде Жақсыгүл Қосыбайқызы деп аталамын. Осы Жібекке көп рахмет. Қаншама ақындардың көркем сөзбен өлеңін оқып жүрмін. Соның жаңағы жартысын осы кісі бейнелеп, оқырмандарға жолдауыма үлкен септігін тигізді. Енді осы мен бір қазір жастар өсіп келе жатыр ғой. Бағалаңдар әйелдер деген өзімнің бір өлеңімді оқып берейін. Әрине қазіргі қоғамда әйелдердің рөлін көп төмендетіп алдық. Арасында қазір мына құрылыс бесінен келіп отыр екен ғой жастар. Бағалаңдар әйелді. Әлемдегі барлық әйел періште. Келісмейлі, тіпті бұған келіспе. Ақ жүрегің таза болса болғаны шыға қоймас, ойым сонда теріске. Ақ көңілі, дархандығы даладай, қарындастың еркелігі қаладай. Өз қызының көрген кезде бақтын, әке шіркін қуанады баладай. Бүгін талдап санамағын қайелді, азаматтар бағалайды әйелді. Әйелдермен өсіп өніп көктейсің, бұл сөзіме қарай көрме жайынды. Барлық қызды қорғаңдар бағалап, нәзік жандар жүрген жоқ па ағалап. Пенделікке ұрынбаңдар жігіттер, хат жазамын өздеріңе қаламап. Жақсы әйел әр отаудың шырағы, тек тұрпақ әулетіңнің құрағы. Сүйгеніңді бағаласаң қадірлеп, төрде болар ер адамның тұрағы. Жақсы Жаңа жоғарыда айтып өткендей, Жібек апайымыз Түркістан өңірінен келіп отыр. Осы жерге енді бір қорытынды ән ретінде Түркістанның махаббатым әнін шырқасақ, Алматының төрінде. Сөзі Жібек Искакованікі, әні Әлібек Тойлыбаев ағайымыздікі орындайтын Бибігүл Сағат. Құрмет қошеметтеріңіз болса. Рахмет. Қанеки? Бастайық енді. Дауысы батырақ ішіне қойсақ қойды. Қанеки ортаға шығып билеп, бүгін кешті аяқтасақ. Ақ жүзіңнен сұлулаған күйге қарай бергенде, жаныма жылу самған бағыма қалай бердіңде. Күркіз қылған
алтын сарай көш бастады бір көруге асықып күңгірт көл көздер қады іздеріне қашықып Түркістан махаббатым алысқа сеніммен ясауиден шапағаттым тылсым күшін сеземін ясауиден шапағаттым тылсым күшін сеземін Анай қосқан басып білгем ажарланған келбетіңе дәл өзіңдей жоқ деп білем мұндай қала жер бетінде Түркістан махаббатым алысқа сеніммен ясауиден шапағаттым тылсым күшін сеземін Түркістан махаббатым алысқа сеніммен ясауиден шапағаттым тылсым күшін сеземін ясауиден шапағаттым тылсым күшін сеземін Осы жерге нағашылары, мына бір ауыз сөз берейік, нағашылар. Нағашылары бар ма? Жібектің нағашылары. Бір тілек айтамын деушілер болса. Сосын тұрсын, гүл әпкеміз бар біздің. Мен иә. келген қонақтардың ішінен қаламгер ағаларымыздың ішінен бір тілек айтам деген адамдарға рұқсат келіңіздер студенттер 5-10 минут шыдай тұрыңыздар Иә, болды. Аман сәлеметсіздер ме? Бүгін мынау бүгін жібек қызымыздың мына біздің жібек қызымыздың бүгін мына шығармашылық кеші болып жатыр. Өте қуаныштымын. Бір жағы бүгін бұл қызымыздың туған күні болып жатыр. Біз бұл қызбенен мен өзіміз енді біз біраз жыл болды бір-бірімізбен араласып, құраласып жүргенімізге. Бұл жаңағы мына Түркістан Шымкент облысында ғажайып Қазақстан 20-да 50 деген жаңағы газет журнал ұжымы бар. Сол ұжымда біз мүшеміз. Мынау Жұпаркүл бар, Жібегіміз бар, мен бар, жаңағы жерде кім? Бибігүліміз бар. Міне осы Бибігүлдерге. Осы бәріміз сол ұжымнанбыз, сол жерде бәріміз қызмет жасаймыз. Алыста болсақ та жан-жақтан жаңағы тілшілеріміз. Сондықтан біз бір ұжымдамыз. Біз шығармашылық кешімізді бәрімізде өткізіп жатырмыз, Түркістанда өткізіп жатырмыз. Сол ұжымның ішінен Астанада өткізіп жатырмыз. Осы бәріміз бірге жүреміз. Енді мен өзімде шығармашылық кешімді елде Қызылорда облысынан мен Алматыда тұрғанмен сол жақта өткізгенде ол кісілердің барлығы соның ішінде болды. Сонда керемет араласымыз, құрыласымыз тамаша осылай жүріп жатырмыз. Енді мен Жібекке айналайын сен денің сау болсын, бақытты бол, ұзақ өмір сүр, осындай шығармашылық нелерің ұзағынан бола берсін. Әлі де сенің талай жақсылығыңды, қызықшылығыңды осындай біз бәріміз куәгер болып жүре берейік. Ал денсаулық болсын. Мынау бүгінгі кітабың құтты болсын. Әлі де талай сенің шығармашылық кешіңде кездесе берейік. Денсаулық болсын. Енді амандық болсын. Осы жерде енді бір құттықтаушыны сөйлеп тұрмын. Енді бүгін бір жағы туған күн екен. Шамалы мен сыйлығын береді, соны табыс етейін. Söyley берсін. Jojo, бірінші келіп алсын. Сөзін бөлінейік.
бір шапаным бар, мына жібек қызыма жабатұғын жау жүгіреймін. Қошемет көрсетіп қояйын. Жібек ескерті бар. Енді менің мынау жұпаркүл деген менің өзімнің қаншама әндерім, өлеңдерім шығып жатыр. Сол өлеңіме менің осы 6-7 өлеңіме әні шықты. Жұпаркүл ән шығарды. Сондықтан мен енді осы мынау жаңа жыл бар, өзіміздің ұжымымыз бар, Алматыда кездесіп жатырмыз. Сондықтан да керемет бір орамал өзіңе. Мынау Бибігүл деген менің өлеңіме шыққан әні, мына бұл кісі әні шығарса, менің өлеңмен жазсам, сол әнді орындап жүрген мына Бибігүл қызымыз. Бәрі құтты бола берсін. Ассалаумағалейкум, қауым. Міне, ойламаған жерден тамаша бір мерекеге қатысып отырмыз. Ән де айтылды, күй де тартылды. Қаншама тамаша сөздер. Жібек, сенің осы туған күнің, екіншіден осы тамаша кітабың тұсаукесері деп айтуға болады. Мында бір алғыс сіздерге, осының бәріне. Енді саған айтар тілегім, әрқашанда жазған өлеңің оқырманның жанына, жан дүниесіне жетсін. Әрқашан осы сенің өлеңдерің таусылмасын, шабытың тозбасын. Рахмет. Осындай керемет бір біз марқайып қалдық бұл жерге. Жібек деген қарындасымыз осындай керемет балаларға арналған кітап шығарды деп мақтан тұтып отырмыз. Рахмет сіздерге. Үлкен әпкелеріміз бар. Сіздерге де осындай демеу көрсетіп, қолдап жатқандарыңызға мында бір алғыс. Жібек, сіңлім, сені біріншіден туған күнмен құттықтаймын. Әрқашанда сөйтіп құлпырып, әдемі, денсаулығың мықты болып, ортамызда сөйтіп жүре бер. Мен де бүгін өте саған қуаныштымын. Кенжесіме маған айтқан кезде, сонау Түркістаннан келе жатырмын осы Алматыда. Балаларға базарлық деген кітапты шығарып, осы Алматыда баршаңыздың алдарыңызда көрсетейін деп жатқанына мен де саған өте қуаныштымын. Әрқашанда жолың ашық болып, ойларыңа ой қосылып, шабыт қосыла берсін. Осындайда тек қана осы кітаппен ғана тоқтамай, болашақта да кітаптарды шығара бер, ортамызда сөйтіп күліп ойнап жүре бер. Екешінің куәсі болдық. Өйткені бұл ақындардың, композиторлардың қадірін, қасиетін мен жақсы білемін. Өйткені өмір бақи солардың қатарында, қасында жүрмін. Мен Фариза апайларыңмен бірге қызметтес болдым. Күләш Ахметова апайларыңмен бірге оқыдым мен, бір курстасым. Шәмші Қалдаяқовтың ең алғашқы, Шәмші жайлы ең алғашқы кітапты Шәмші туралы хикаяттарды мен шығардым. Нұрғиса Тілендиевтің 4 кітабын музыкалық бүкіл әндерінің нотасымен орындамаған менің шығаруыма сондай бір маған сондай бір өте бір жауапты міндет түсті. Одан кейін жаңағыдағы Ғазиза Жұбанованың бүкіл шығармаларын шығаруға тура келді. Сондықтан бұл әнші композиторлардың ішіне керек бір жақсы бір досымын ғой деп ойлаймын. Ал енді мынау балалармен енді бүгін бір кездесіп қалғаннан кейін бұл қандай ағамыз деп ойламаңдар. Мен бүкіл өмірімді қазақтың балаларына, қазақтың жастарына, солардың бүкіл болашақ үшін жүгіріп жүрген, кітап жазып жүрген, 20 кітап жаздым. Осы өткен 4 жыл балалар әдебиеті жылы болды, балалар жылы болды. Соның барлығын басында, қасында ұйымдастырып жүгіріп жүрген ағалардың біреуі мен боламын. Өйткені мен қазақ балаларының аманатын арқалап жүрмін деп есептеймін өзімді. Өйткені мен бүкіл шығармашылығымда балаларға арнадым. Балалар маған көп қуаныш сыйлады.
барам деген жеріме бардым, жазам дегенде жаздым. Сондықтан мен балаларды, қазақ балаларының алдында өзімді қарыздармын деп жеттім. Ал енді бүгінгі мынау қарындасымыздың кітабы құтты болсын. Бұл кітап деген ең жоғарғы сыйлық, ең жоғарғы адам мақтанатын, өмір бақи мақтанатын, мақтанып жүретін үлкен жеміс қалқан. Саған үлкен творчестволық табыс тілеймін. Мынау жағында мен кітаптың сұрау ағаным, мына мен таңдамалым. Ішінде бүкіл жазған, ең жақсы жазған шығармалардың осының ішінде. Оның ішінде жаңағы Бауыржан Момышұлының бүгін Бауыржан Момышұлының туған күні 115 жасқа келді Бауыржан аталарымыз. Бауыржан Момышұлы естелік. Менің жаңағы Африка саяхатнамам, Америка саяхатнамам, Джунгли, Амазонка саяхатнамам бәрі осының ішінде. Сондықтан Алматыға мен 3000 кітап сыйладым. Соның несінде мына 1000 кітапты қала президенттің тапсырмасымен тағы да бір кітапты екеуін қаланың әкімі шығарып берді. Бүкіл кітапханалардың бәрінде бар. Балалар кітапханаларында, мектептің кітапханаларында. Сол үшін кітапханаға рахмет айтқым келеді. Біздің басымызды қосып, біздің іштегі шерімізді тарқатып жатқан. Енді Қазақстанның болашағы жастар, балалар сендерсіңдер. Сондықтан біздің алдымызда үлкен жұмыстар тұр. Білесіңдер, мына жағымыз жымсық көз, мына жағымыз тағы бір жағында айбалтасы бар. Сондықтан біз мықты болмай, қазақ жастары мықты болмайды. Сондықтан мына кітапта мен бұл жанымды салдым. Әр әңгіме ішінде патриоттық, отансүйгіштік. Сондықтан сендер отанды сүйіп, осы елдің қорғаны болыңдар. Осы елдің қамқоршысы болыңдар. Ал қарындасым, саған үлкен тағы да шығармашылық табыс тілеймін. Шығармаң бүкіл эфирден насихат алсын, таралсын. Қуаныштымын қалқам. Сен Түркістанның киелі жердің қызысың. Бақытты болатын қызысың. Рахмет. Кешіріңіздер, мен бір нәрсе жаңа ұмытып кеткен екен, соны еске түсіріп жіберейін. Мынау біздің керемет әнші қызымыз Нұржамал қызымыз отыр мына жерде. Нұржамал бергіші. Осы қызды мен айтып кетпесем болмайды. Мынау керемет әнші барлық жерде өлеңін айтып жүреді. Менің өлеңімді қай жерде жүргенде менің өлеңімді айтып жүрген қыздың бірі осы. Мына әнін шығарған Жапар Көбек Шараева, сөзін жазған мен, әні мынау осы қыз болып есептелінеді. Сондықтан бұл қызды айтпай кетуге мүмкін емес. Бұрын біздің ұжымымызда бұл қыз шығып кетті. Сондықтан жаңа мына бөлек тұрғаннан кейін айтпай қаттым, соны айтуға енді айтуым керек болып тұр. Міне менің өлеңімді айтып жүрген қыздың бірі осы Нұржамал деген әнші қызымыз. Ал ендеше сөз кезегін Жібек апайымыздың өзіне берсек, бір ауыз. Құрметті ағалар, әпкелер, және осында жиналған барша қауымға шын жүректен алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Амандықта, саулықта жүргенше аман болыңыздар. Тек қана жақсы күндерде жолға берейік. Рахмет баршаңызға. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады, ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады дейді. Ендеше өзінің осы ой түбінде жатқан сөздерін оқырмандарына қалам арқылы жеткізген апайымызға шынайы ризашылығымызды білдіреміз, шығармашылық табыс тілейміз. Және де осы кітапханаға бүгінгі кешімізді ұйымдастырып отырған Елена апайға шын жүректен рахмет айтамын. Осында сіздер осы кітапханаға 30 кітабымды осы сыйға тартамын, балаларға табыстайсыз деген ойдамын. Рахмет сіздерге, баршаңызға. Ендеше қорытынды сөз кезегін өзімнің апайым, осы кітапхананың ардагер қызметкері, кітапхана саласының үздігі Елена Ағайс апайымызға құрмет қошеметпен берсем.
Құрметті қонақтар, құрметті оқырмандар, студенттер, бүгін біздің кітапханамызда ерекше бір керемет кеш болып жатыр. Ақын халықаралық жазушылар одағының мүшесі, сонау Түркістаннан ат терлетіп келген Жібек Искакова қызымыздың кітабының таныстырылымы. Керемет кітап шыққан екен, балаларға базарлық. Балаларға кітап жазу өте қиын. Ол батылдық деп ойлаймын. Көп жазушыларымыз оған бара бермейді. Ағамыз дұрыс айтып отыр. Өмір бақи өзінің өмірін арнаған екен. Бейсенбай Сүлейменов ағамыз келіп отыр, соған қуанышты болып отырмыз. Енді мына көрмеге бір назар аударсаңыздар, мына жерде Жібектің Сәулелі ғұмыр деген кітабы тұр. Одан кейін Түркістаным деген кітабы тұр. Одан басқа да мына жерде жас ақын жазушылардың кітаптары тұр. Мынау үшінші кітабы екінші шығып жатқан, құтты болсын. Ендігі келген кезде сіз Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болып келсін. Сол үшін қошеметтеп қояйықшы. Осы іс-шара өз аяқ астынан болды. Біз енді жылдың аяғы болғаннан кейін біз жоспар бойынша жұмыс жасаймыз. Бірақ та біз осыны аяқ астынан ұйымдастырдық. Үлкен рахмет айтқым келеді апамызға. Жұпаркүл апамыз айтады да, мен модератор боламын дейді. Жасым 70-тен асқан, мен шокта болдым шын айтса. Ойбай, сіз қалай десем, мен өлеңді айта берем, жүргізе де берем. Астанада да мен академиялық кітапханада, Түркістанда да, университетте де өткіздім дейді. Содан кейін айттым, сіз енді басын бастап беріңіз, бірақ та Айдос деген жігітіміз жүргізсін, кітапханашыны, осы қызметкер Айдосқа бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Енді осындай шығармашылық табыс тілеймін, осылай талмай жаза беріңіз. Енді еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Сіз көп тақырыпта жазады екенсіз, ұстазға да, балаға да, мынау бүкіл мерекелік іс-шараларға да, республика күніне де мен қарап отырсам, Конституция күніне дейін сондай бүкіл тақырыпты қамтыған екенсіз. Соған мен риза болып отырмын. Неге десеңіздер, мына мектеп бағдарламасы бойынша бізде сондай шаралар өткенде біз өлеңдерді іздеп осы балаларға оқытамыз. Сонда өте керек кітап, құтты болсын тағы да. Енді осы жерде келген әншіміз, әнші жігіт Данияр деген жігітпен танысып отырсам, бұл менің көршім болған екен. 2000 жылы мәдениетті қорғау жылы осы бізге үй берген, сол үйден алған екенбіз, бірақ бүгін бірінші рет танысып отырмын бұл жігітпен. Келе ғой. Атамекен деген әнмен бәріміз бірге шырқап, кешімізді аяқтасақ, содан кейін естелік суретке түссек. Бәрекелді, рахмет апай. Енді кеш тағы да құтты болсын, берекелі болсын. Енді апайдың сұрауымен осы кітапхананың ұжымының атынан әрине киелі қазақтың киелі композиторы Асыл ағаларымыз өмірден өтсе де өнері өшкен емес. Сондықтан Ескендір Хасанғалиев атамыздың өшпес сиятына тастаған әндерінің бірі Қадыр Мырзалия орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, Атамекенді бәріміз бірге шырқайық.
суретке түсеміз 1 минутқа. Мына жерде кітапхананың атынан сыйлық бергіңіз келіп тұр. Әрине кітап былтыр дәл осы 24-ші желтоқсан күні Түркістанның тумасы қаламгер, драматург, еңбек ері Дулат Исабек ағамызбен кездесу болған. Тура 1 жыл болды мінекей. Сондықтан Дулат ағамыздың осы 2 кітабын табыстауға рұқсат етіңіздер. Гауһар тас және де анекдоттар деген, ол кісі білесіздер, анекдотты керемет айтатын. Ол кісінің баласы Естияр Дулатұлы Исабек осы кітапханада қызмет жасаған. Қазір бізде бір қызмет, бір кітапхана ашылды, заманауи сол жаққа кетті. Сондықтан сізге осы кісінің жолын берсін деп кітапхананың атынан сіздерге рұқсат етіңіз. Бәріміз асқа келеміз, суретке түсеміз. Мына жерге